Ассалаумалейкум достар. Біреу үшін интернетке браузерсіз кіру жай ермек болуы мүмкін. Негізі бұл әдіс нағыз интернет хакерлер әдісі десек болады. Жалпы сіздің компьютеріңізді өзге адам иемденіп ішіне кіріп алғанда, оған біріншіден интернет керек. Егер хакер браузерді пайдаланса, олар үшін бұл өте үлкен риск, ұсталып қалу ықтималдығы жоғары. Браузердің историясын тазаласа да, кейбір инструменттер арқылы сіз бөгде трафикті оңай біліп аласыз. Сондықтан хакерлер интернетке кіру үшін өзгеше стандартты емес тәсіл қолданады. Ол үшін клавиатурада Win+R батырмасын басамыз. Ашылған терезеде HHSMD командасын жазамыз. Алдымызға справка HTML блок шығады. Жоғарғы бөлігінде сары түсті сұрақты басамыз. Перейти на адрес в интернете дегенді басамыз. Шыққан терезеге интернет URL-ын жазамыз. Міне біз интернетке кірдік. Енді компьютердегі кез келген файлды білдіртпей жібере берсек болады. Сіз бұл тәсілді біреудің компьютерін пайдаланғанда өзіңіз жайлы ақпарат ізін жасыру үшін пайдалансаңыз болады. Немесе жұмыс үстелінде байқаусызда осындай справочник HTML шығып тұрса, бөтен адам кіргені туралы күдіктене берсеңіз болады. Өзіңізді сақтаңыз, қауіпсіздік ережелерін біліңіз. Сіздермен болған IT әлем каналы, бізбен бірге болыңыздар.